Менің аты-жөнім Тасқайров Алмас, мен 18 жастамын. Халел Өзбекқалиев атындағы Маңғыстау жоғары политехникалық колледжінің 4-ші курс студентімін. Таңдаған мамандығым ХСП ғимараттар мен үйлерді салу және пайдалану. Мен осы мамандықты таңдаған себебім балалық шақтың арманы деп айтуға болады. Құтта кезінен бастап осындай салуға, құрастыруға дейтін қызығушылығым болды. Архитектура ұнайды маған өзінің креативті жағынан, және де болашағы бар маман. Қазіргі дамып жатқан қалалардың барлығы осы архитектураның арқасында мегаполистерге айналып жатыр. Осымен менде де өстіп, болашақта өзімнің Ақтауымды, өзімнің туған жерімді өстіп көркейтіп, жаңадан әдемі безендіре салу үшін сонысымен ұнайды. Орскилс ең басында 2-ші курста естідім. Орскилс осындай өте жоғары деңгейде балаларды үйретіп, жаңа өзінің технологиясымен, және де басқа облыстармен, немесе басқа да шет елдермен жарыстырып, өзінің шеберліктерімен сынайтын естігенмін. Бірақ оның алдында ол қалай өтеді, қалай жарыстырады, қандай компетенциялары бар, оны ешқайсысын білген жоқпын. Бізде желтоқсан айында 15 күні өту керек екені айтылған естігеннен кейін біздер уже оған жұмыс жасап, оған дайындала бастадық. Біздер уақытқа жасап, одан кейін жасаған жұмыстарымызды малярный работамен жұмыс жасап, ары қарай өзімізді сынап, соңында жолға шығып Астанаға бардық. Астанаға барғанда сол кезде мен Орскилс қандай екенін шын көзімен көрдім. Түпкір Қазақстан облыстарынан келген жас студенттер өзін бағын сынап, өздерінің мықтылығын көрсетіп, әрқайсысы жарысып, соның ішінен 9-ші орынға ие болды. Жалпы мен таңдаған салам, компетенциям орысша айтқанда бұл құрғақ құрылыс және де майлау сырлау жұмыстары. Бізде дейтін жұмысымыз барысында 4 этаптан тұрады. Ол бірінші құрғақ құрылыс, гипсокартон тұрғызу профильдермен, ары қарай уже сылақ жұмыстары, малярный работа. Содан кейінгі бізде декоративті жұмыстар және 4-ші фристайл. Әрі облыс өзінің дайындап келген суретін немесе гипстен жасалған безеуін көрсетеді. Жалпы Орскилс өйстіп адамды сынау емес, адамды жаңа бағытқа түсіру, адамды үйрету, өзінің жаңа қырларын көрсету дегенде ойлаймын. Орскилс үшін мен осы рахметін айтамын.